Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге аппликация жасап көрсетеміз. Ол үшін бізге түсті бояу қағазы, пластилин және жармалар қажет. Алдымен қағазымызға балықтың суретін салып аламыз. Содан соң пластилинді суреттің үстінен жағып шығамыз. Болған соң қиялымызға қарай балықты сәндейміз. Мен күріш, қарақұмық, бұршақ және тары жармасын қолдандым. Жармаларды біркелкі жайып болған соң үстінен басамыз. Балаңызға қалай жасайтынын көрсетіп, ары қарай өзіне жасауға мүмкіндік беріңіздер. Бізде осындай әдемі балықтан жасалған аппликация шықты. Видео ұнап жатса лүпіл басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.